Сәлем достар, бүгін мен ноутбукта растяжка жасауды көрсетемін. PowerPoint'ты презентацияны ашамыз, пустой слайдқа дайын растяжканың шаблонын қоятын боламыз. Шаблонды қалай жасау керек екенін, телефонда жасау керекін көрсеттім. Ноутбукта жасау түрін көрсетіп кетермін бір күні. Енді келесі видеоларда артқы фон қоятын екі түрі бар. Вставка фигура деп, осылай төрт бұрышты фигураны әкеп, түсін өзгертіп, переместить назад деп осылай қойсаңыз болады. Екіншісі ол интернеттен скачать етіп алған фондарды қоюға болады. Рисункиға кіріп, арнайы скачать етілген фондарымызды таңдаймыз да, соны қоямыз, вставить етіп. Осылай размерін созып келтіреміз де, переместить назад дегенге басып, артқы фонға жібереміз. Растяжкамыз өзі беткі фонда қалады. Жалпы растяжкаға шаблонды қалай жасау керектігін телефонда көрсеткенді видеосын тоже ютубқа салып қоям, қарасаңыздар болады. Енді бұл растяжкамыздың фоны дайын, енді өзіңіз қалаған әртүрлі фонды таңдауыңызға болады. Енді бұның үстіне суреттер, клипарттар, жаңағы иллюстрация фотоларды қоямыз. Өзіңіздің таңдауыңызға қарай оюды қойсаңыз болады. Жаңағы жалаушаны, ленталарды өзіңіздің фантазияңызға қарай қойсаңыз болады. Мен мынандай бала мен қызын ту ұстап тұрған фотосын қоймақпын. Бұл менде сатып алған клипарт иллюстрациялар. Интернеттен қарасаңыз болады. Мына жерде мен фоным деген темный болып тұр, сол себепті мына жерде цвет, параметр рисунка дегенде осы жерде осындай шығады. Настройка рисунка деп яркостын кішкене көбейтіп жатырмын, ағарту үшін, кішкене ашық түс болу үшін. Осы түс ұнап тұр. Енді үстіне суреттерімізді қоямыз. Мен барлығын алдын ала скачать етіп, артқы фондарын қиып алған болатым. Сізде солай алдын ала скачать етіп, remove бегеймен артқы фонын қиып аласыз. Егер артқы фоны аппақ болса, онда презентацияны өзінде істеуге болады қиюға. Ал егер артқы фоны ақ емес, басқаша болса, андай шахматный сұрырақ болып тұрса, онда оны remove бегеймен қиясыз. Осылай екіншісіне копировать, вставить етіп, екінші жағына да бірдей етіп қоятын боламыз. Енді мына оюды аламын. Сосын бір айта кететінім, егер осы артқы фонын телефоннан қиып ноутбукқа лақтыратын болсаңыз, онда телеграм арқылы файл ретінде лақтыру керек. Себебі WhatsApp-пен просто так солай лақтыратын болсаңыз, онда мысалы веб WhatsApp-пен лақтырсаңыз, артқы фоны қап-қара болып көрініп тұрады. Мына жерде вставка деген, сосын А деген тұрады ғой, соны басып текстімізді жазамыз, немесе добавить надпись деген түрі болады, оны да алып таңдасаңыз болады. Бізге мына жерде бір әріп керек, сосын шрифт таңдайтын боламыз. Менде қазақша шрифттар скачать етіліп тұр ноутбукта. Оны да тағы бірде көрсетіп кетермін. YouTube каналымды қарап жүріңіздер. Мына жерде түсін таңдаймыз және контур таңдауға болады. Мен сыртын сары еттім. Республика күні болғасын, көкпен сары түс үйлесімді болады деп ойлап. Мына жерде размерін үлкейтеміз. Және қандай размер таңдадыңыз, бірінші әріпке, қалған әріптердің размері дәл сондай болу керек. Себебі бірі үлкен, бірі кішкентай болып кетпес үшін. Мына өзі үлкен әріп қой. Мына жерде контурдың талшинасын таңдасаңыз болады. Енді келесі қасындағы осыны, дәл осы әріпті копировать, вставить етіп, екінші жағына қоямыз. Мына жерде мен тағы да басқа шрифт таңдап жатырмын. Мына шрифтті таңдадым. Енді
копировать, вставить. Что-то қойылмай жатыр. Мынандай кішкентай болып түсті. Енді оны өзім келтіріп аламын. Бірдей етіп, размерін бірдей етіп. Бізде бірінші әріпіміз 287 болды. Бұны да 287 қыламыз. 297 ма? Или 87 ма? Енді өзгертеміз. Мұнда менде мынау сарысы көрініп тұр да, біріншісінде сарысы көрінбей тұр. Кейбірде солай болады. Қатты контуры көрінбей қалуы мүмкін. Әріптер жирный болса ма, шрифтқа да байланысты. Кейде сыртындағы сары тұр ғой, сол міне беткенде көрінеді де, былай істегенде көрінбей тұр. Мынада олай емес. Қазір енді дәл осы енді слайдты басып, дублировать слайд деп басамыз да, әріптерін өзгерте береміз. Бізге мысалы қанша әріп керек, қандай сөз жазасыз, соған байланысты осылай істей бересіз. Мына жерде бірінші әріптің несі контуры көрінбей қалды, сосын екінші әріпті копировать етіп, соны қойып, сода көрініп тұрғасын анық болып. Қазір мынаны қайтадан үлкен р қыламыз, мынаны е қыламыз. Орындары да андай біреуін үлкен, біреуін кіші қылып қоймау, сосын үлкен әріп осылай тұрады да, кішкентай әріп осылай тұрады. Мынаны ұмытып кеткенмін копировать етуге бала мен қызды. Мінекей әріпімізді бірдей етіп аламыз. Шамамен кіші әріп болған кезде қалай тұру керек? У болса, р болса астыңға кетеді, о кішкентай, соның бәрін еске алып жасаймыз. Дублировать слайд дейміз де, енді тек қана әріпін өзгерте береміз. Мынада рес, с, п, келесіге у, б. У мысалы у болғанда, сіздің мысалы у астына бана қыз бен балаға тимеу керек. Жоғарыда мына б, соның барлығы үлкен болып кетсе, жоғары тиіп тұрады, соны қарайсыз. Осылай өзімізге керекті барлық сөзді жазып аламыз да, сақтайтын боламыз. Файл сохранить как деп, мына жерде рабочий стол таңдадым. Атын жазасыз, мысалы, сосын тип файла деген жерден фото түрін таңдасаңыз болады, яғни форматы JPEG деген, немесе PDF түрін таңдасаңыз болады, яғни фото түрінде каждый бет бір-бірден фото болып тұрады, немесе PDF барлығы бір файлда. Осылай мен PDF түрінде сақтадым, қазір ашылады, бірге көретін боламыз. Мінекей PDF түрінде сақталды. Бүгінге осы достар, әлі алда талай көрнекілік түрлерін жасап көрсететін боламын. Каналыма жазылып кетіңіз, комментарийге қандай көрнекілік түрі керек сізге, жасалу жолы жаза кетіңіз, мүмкін сіздің жасағаныңыз бойынша видео түсіремін.